Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер. Талдықорған жоғары медициналық колледжі өзін-өзі тану пән оқытушысы Қадырбек Азамат Қадырбекұлы. Бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы адамзат тарихындағы шынайы көшбасшыларын шабыттандыратын мысалдары. General Electric корпорациясының бұрынғы президенті Джека Уэлч бойынша көшбасшылардың негізгі 4 сипаты бар екен. Біріншісі, ой энергиясы қай уақытта болмасын оптимисті ой ұстаныммен алға қарай жүру. Яғни, өз армандарына жету үшін адам әрдайым өз-өзіне сенімі жоғары сатыда болуы міндетті. Екіншісі, басқаларға энергия тарату. Адам қасындағы араласып жүрген жора жолдастарына, отбасына өзінің жақсы көңіл күйін сыйлай білу үшін ішкі дүниесі таза болуға міндетті. Үшіншісі, қиын шешімдерді қабылдай білу. Белгілі бір жетістіктерге жету үшін адам көптеген қиындықтардан өтеді. Соның ішінде кейбір шешімдерді өзі қабылдай білуі тиіс. Ең бастысы батыл болу. Және төртіншісі, өз ісінің маманы болуға міндетті. Маккеллан теориясы бойынша қатыстылық қажеттілігі, мұндай қажеттілігі бар көшбасшы адамдар таныстарымен жиі араласып, достық қарым-қатынас орнатуды, басқаларға көмек беруді қолдайды. Жетістік қажеттілігі, ол адамның жетістігін жариялаумен шектелмейді. Керісінше, оның жұмыс процесін ойдағыдай орындаумен қанағаттандырылады. Билік қажеттілігі, ол басқа адамдарға ықпал ету ниетімен көрінеді. Нағыз мотиваторда 4 қағида болуы тиіс. Яғни, біріншісі жауапкершілік. Өзінің шынайы түрде осы қоғамға адамдардың алдында жауапкершілігі бар екенін көрсете білуі. Екіншісі жетістік. Өзінің қоғамның алдында көрсете алатын жетістіктері болуы тиіс. Үшіншісі еңбек. Еңбекқор болуы, яғни ісі мен сөзі сәйкес болуға міндетті. Және ең соңғы төртіншісі тұлғалық өсу. Жеке дара тұлға ретінде адам өзін көрсете білуі тиіс. Құрметті білімгерлер, үй тапсырмасы бойынша Ник Вуйчичтің өмірбаянынан үзінді жазып, және оның мотивациялық кеңестерінің түрлерін айту. Назарларыңызға рахмет.